Сәлеметсіздер ме, құрметті білімгерлер. Қазіргі қазақ тілінің морфология курсы бойынша екінші практикалық сабағымызды бастаймыз. Сабақтың тақырыбы грамматикалық мағынаның түрлері, грамматикалық мағына мен форманың сәйкестігі және грамматикалық категориялар деп аталады. Біз өткен дәріс сабағымызда грамматикалық мағына мен лексикалық мағынаның арақатынасы, грамматикалық мағынаның түрлері, жалпы грамматикалық мағына, категориялық грамматикалық мағына, қатысты грамматикалық мағына және олардың сәйкестігі, сонымен қатар грамматикалық категория мен олардың түрлері туралы қарастырған болатынбыз. Енді осы тақырып бойынша біз не білеміз? Алдарыңыздағы сұрақтарға қараңыздар. Бірінші, грамматикалық мағына қалай пайда болады? Ойланыңыздар. Грамматикалық мағынаны әдетте біз лексикалық мағынаның негізінде, соның жалпылануы нәтижесінде туындайтын мағына деп айтамыз. Яғни грамматикалық мағына лексикалық мағынадан кейін пайда болады. Лексикалық мағынаның негізінде түбір арқылы берілетін мағына немесе ол сөздің басқа сөздермен қарым-қатынасқа түсуі нәтижесінде туатын мағына екенін білеміз. Екінші, лексикалық мағынаның грамматикалық мағынадан қандай айырмашылығы бар? Лексикалық мағына әрбір сөздің ұғымдық мағынасы, яғни логикадан туындайтын мағына болса, грамматикалық мағына сол лексикалық мағынаның негізінде пайда болатын белгілі топтағы сөздерге тән немесе олардың түрлі тұлғаларына тән жалпылама сипаттағы мағына болып табылады. Грамматикалық мағынаның қандай түрлері бар? Ойланыңыздар. Грамматикалық мағынаның әдетте біз үш түрін көрсетіп жүрміз. Жалпы грамматикалық мағына, категориялық грамматикалық мағына және қатысты грамматикалық мағына. Грамматикалық формасыз грамматикалық мағына беріле ме? Әрине, грамматикалық формасыз грамматикалық мағына беріле алады. Грамматикалық мағыналардың ішіндегі жалпы грамматикалық мағынамыз ешқандай тұлғасыз түбірдің семантикасы арқылы беріледі дейміз. Сонымен қатар қатыстық грамматикалық мағынаның кейбір түрлері де арнайы қосымшасыз беріле алады. Сонымен қатар нөлдік тұлға арқылы да грамматикалық мағына беріледі. Қосымшалар арқылы берілетін мағына қалай аталады? Ойлаңыздар. Қосымшалар арқылы берілетін мағынаны категориялық грамматикалық мағына деп айтамыз. Нөлдік форма арқылы грамматикалық мағына беріле ме? Нөлдік форма дегеніміз қосымшаның түсіп қалып қолданылуы. Яғни қосымша түсіп қалған жағдайда да оның беретін мағынасы және сөз байланыстыру қасиеті сақталады. Сондықтан ол жерде де грамматикалық мағына бар деп есептейміз. Грамматикалық форманың неше түрі бар? Грамматикалық форманың әдетте үш түрі аталып жүр. Синтетикалық форма, аналитикалық форма және синтетика-аналитикалық немесе аралас форма деген түрі бар. Грамматикалық категорияның сөз таптарымен қатынасы қандай? Ойланыңыздар. Грамматикалық категорияны біз әдетте тікелей сөз таптарымен, сөз таптарының түрлену жүйесімен байланыстырамыз. Себебі сөз табы қалай түрленеді, оның сондай категориясы болады. Яғни бұл сөз таптарымен оның түрлену жүйесімен тікелей байланысты деген сөз. Енді осы алған білімімізді түрлі тапсырмаларда қолданып көрейік. Грамматикалық мағынаның берілу тәсілдері мен мағына түрлерінің сәйкестігін кестемен беріңіздер. Біз жаңа атап өттік, грамматикалық мағынаны берудің үш тәсілі бар, және ол мағынаның үш түрі бар. Осыларды бір-бірімен сәйкестендіріп көрейік. Грамматикалық мағынаны берудің семантикалық тәсілі жалпы грамматикалық мағынаға сәйкес келеді. Ал мағына берудің аналитикалық тәсілі қатыстық грамматикалық мағынаға сәйкес келеді. Ал мағынаны берудің синтетикалық тәсілі категориялық грамматикалық мағынаға сәйкес келеді. Грамматикалық форманың және сөз формасының түрлерін кестемен көрсетіп, ұқсастығы мен айырмашылығын айқындаңыз. Бұл жерде неге назар аудару керек? Грамматикалық форманың үш түрі бар, сөз формасының екі түрі бар.
Бұл екі ұғымда да форма деген ұғым бар. Яғни форма деген сөз ол грамматикалық мағына беретін көрсеткіштер деген сөз. Грамматикалық форма дегенде біз әдетте тек қана көрсеткішті алатын болсақ, сөз формасы дегенде сондай көрсеткішпен тұлғаланған сөзді аламыз. Демек, екеуінде ортақ белгі бар. Ол грамматикалық тұлға, грамматикалық мағына. Ал енді айырмашылығы, біреуінде бүтіндей сөз түсінілетін болса, екіншісінде сөз емес, сөзге жалғанған көрсеткіштер, яғни қосымшалар немесе көмекші сөздер негізге алады. Үшінші, лексика грамматикалық категориялар менен таза грамматикалық категориялардың айырмашылығын көрсетіңіздер. Біз категорияны жалпы екі топқа жіктейміз осылай. Енді осы екі топтың не айырмашылығы бар? Атының өзі айтып тұрғандай, лексика грамматикалық категория деген кезде түбірдің мағынасына түрлі мағыналық рең қосатын категорияларды аламыз да, ал таза грамматикалық категорияларда ондай мағыналық рең болмайды. Осы жағынан ерекшеленеді. Соған назар аударыңыздар. Екіншіден, сөздің құрамында қолдану ерекшелігіне байланысты. Яғни, қай категория бірінші кезекте қолданылады, түбірден кейін қайсы бірінші кезекте жалғанады дегенге назар аударыңыздар. Әрине, лексика грамматикалық категория түбірден кейін бірінші кезекте жалғанады, таза грамматикалық категория одан кейін жалғанады. Төртінші, грамматикалық мағынаның формасы берілуі және мағына бере алмайтын грамматикалық формаларға мысалдар келтіріңіздер. Оған біз дәріс барысында да түрлі мысалдар келтірдік. Соған қарап отырып, осы сұраққа жауап берсеңіздер болады. Яғни тілде мағына бере алмайтын грамматикалық көрсеткіштер бар. Мысалға, үйінде дегенде ны деген тұлға ешқандай да мағына бермейді, жат септігіне дәнекерлесіп жүрген қалдық көрсеткіш. Мені мен, сені мен дегенді мысалға алатын болсақ, осы жердегі деген ешқандай мағына бере алмайды, оны ешқандай да жалғауға жатқыза алмаймыз. Демек, тілімізде осындай мағына бере алмайтын көрсеткіштер бар. Сонымен қатар, мағынамыз біздің формасыз беріле алады. Мәселен, қосымша түсіп қалған жағдайда нөлдік формада тұрады дейміз, ол мағынаның формасыз берілуі десек болады. Немесе жалпы грамматикалық мағынаны беруде арнайы ешқандай көрсеткіш жоқ, ол түбірдің семантикасы арқылы беріледі, оны да формасыз берілген грамматикалық мағына десек болады. Келесі, мына пікірлерді талдап көрейік. Бірінші, грамматикалық мағынаның берілу тәсілдері мен жолдарын біз жүйеледік. Енді осыған байланысты ғалымдарда түрлі пікірлер бар. Мәселен, ғалым Нұржамал Оралбайдың морфология оқулығында мынадай пікір берілген. Бірінші, грамматикалық мағына қосымшалар арқылы беріледі деген. Оған жалғау, нөлдік қосымша, грамматикалық жұрнақ. Дұрыс па? Жалғауымыз арнайы грамматикалық мағына беретін көрсеткіш. Нөлдік қосымша дегеніміз, ол да жалғаулар деген сөз, яғни қосымша жалғаулардың түсіп қалуы, ол да грамматикалық мағына береді. Грамматикалық жұрнақ деп отырғаны бұл жердегі сөз бен сөзді түрлендіретін жұрнақтар, сөз түрлендіретін жұрнақтар. Олар да грамматикалық мағына береді, демек, бұл пікір дұрыс. Екінші, көмекші бірліктер берген шылаулар. Әрине грамматикалық мағына береді. Көмекші есімдер. Осы жерде ойлану керек. Көмекші есімдер. Зат есімнің шеңберінде жұмсалатын алды, арты, үсті, жаны деген сөздер грамматикалық мағына бере ала ма? Ауылдың жаны терең сай дегенде, жаны дегенді біз жеке дара талдай аламыз. Ол заттық мән береді, өзінің тән тұлғасы бар. Яғни көмекші есімдер грамматикалық көрсеткішке жатпайды. Сондықтан бұны қосуға келмейді. Көмекші етістіктер грамматикалық мағына береді. Мада сөздер бұрынғы зерттеулерде айтылып жүрген жоқ, дегенмен мада сөздердің толық лексикалық мағынасы жоқ, грамматикалық мағына беретіндіктен осы көмекші бірліктерге жатқызуға болады. Күшейткіш көмекшілер. Бұған не жатады? Бұған өте, аса, зор деген секілді күшейткіш үстеулер жатады. Бұларды жатқыза аламыз ба, жоқ па? Ойланып көрейік. Бұл сөздер шырай жасауға негіз болады. Бұрынғы грамматикалардағы асырмалы шырай деп аталып жүрген, тым жақын, өте ыстық десек,
осында асырмалы шырайды беріп жүрген тұлға ретінде танылады. Осы тұрғыдан алған кезде күшейткіш көмекшілерді грамматикалық көрсеткішке жатқызуға болады. Күшейткіш буындар бұған жап-жақсы, тап-таза, әп-әдемі деген секілді шырай категориясын жасайтын көрсеткіштерді қарастырамыз. Бұл да шырай деген грамматикалық категорияны беріп тұрғандықтан жатқызуға болады. Келесі, мына пікірге қалай қарайсыз? Ахмеди Ысқақовтың және ғалым Кәкен Ахановтың зерттеулерінде тілімізде грамматикалық мағынасыз форма болмайды және формасыз мағына берілмейді деген пікір айтылады. Бұл жерде де осы пікір айтылып тұр. Яғни біз алдыңғы талдауда қарастырғандай формасыз мағына болады және мағына бере алмайтын формалар бар. Бұл пікірді біз категориялық грамматикалық мағынаға қатысты алғанда ғана дұрыс деп есептеуіміз керек. Мына пікірге назар аударайық. Ғалым Сейілбек Мұхамеджанұлы Исаев былай дейді: негізгі сөзге тіркескен көмекші сөздің бәрі сөздің аналитикалық формасын жасай бермейді дейді. Мысалы, осы жерде қандай мысал келтіруге болады? Яғни біз көмекші сөзге нені жатқызамыз, содан бастайық. Көмекші сөзге көмекші есімдер, көмекші етістіктер және шылауларды жатқызамыз. Ал енді осы тұлғалардың барлығы грамматикалық мағына бере ме? Сөздің аналитикалық формасын жасай ала ма? Алдыңғы талдауда айтқанымыздай, көмекші есімдеріміз сөздің аналитикалық формасын жасай алмайды. Осыған назар аудару керек. Сонымен қатар, мәселен, баян етті, әңгіме қылды, сөз қылды дейтін болсақ, осындағы ет, қыл, көмекші етістіктері есім сөздермен тіркескен кезде сөз тудырып кетеді. Яғни жаңа етістіктер жасауға негіз болады. Бұл жерде де сөздің аналитикалық формасы жасалып тұрған жоқ. Осы мысалдарға назар аудару керек. Екінші, күшейтпелі буындардың үстелуі не қосымша, не префикс, не артикльге жатпайды. Сонда бұны қайсына жатқызамыз? Алдыңғы талдауда айтқанымыздай, жап-жақсы, тап-таза деген сөздер қалай шықты? Сондағы жап, тап деген күшейткіш буындарды біз не деп айтуымыз керек? Біздің тілімізде артикль деген жоқ, префикс деген жоқ, қосымша емес. Сондықтан оны қайсына жатқызамыз деген мәселенің туындауы орынды. Ғалым Сейілбек Исаев бұл тұлғаны толық сөздің қысқарған түрі деп қарастырады. Жап-жақсы десек, мәселен, жақсы деген екі сөздің ықшамдалуы нәтижесінде пайда болған. Бұл жерде алдарыңыздағы талдауда сөзді грамматикалық мағынаның түріне қарай талдау берілген. Яғни әр сөздің грамматикалық мағыналарын көрсетуіміз керек. Мысалға, адам құлақтан азады дегенде адам деген сөздің үлгісі көрсетілген. Адам алдымен бұл сөздің қандай осы контекстте қандай лексикалық мағына беріп тұрғанын айтуымыз керек. Бұл жердегі лексикалық мағынасы кісі деген мағына. Енді осыдан барып басқа грамматикалық мағыналарын шығарамыз. Яғни жалпы грамматикалық мағынасы заттық мән беріп тұр, деректі зат атауы, жалпы және жанды зат атауы беріп тұр. Бұл мағыналар түбірдің семантикасынан шығып тұр. Екінші, категориялық грамматикалық мағынасы атау септікте тұрғандықтан қимыл иесін білдіріп тұр дейміз. Олай дейтін себебіміз, бұл сөз нөлдік тұлғада тұр, демек сөйлемнің бастаушы бұл атау септікте тұр деген сөз. Келесі, қатыстық грамматикалық мағынасы жоқ. Яғни қатыстық грамматикалық мағына сөйлемде барлық сөзде бірдей бола бермейді. Ол сөз даттарының ауысуына, басқа сөздермен байланысқа түсуіне, интонацияға, тағы басқа жағдайларға байланысты туындайды. Барлық сөзде бірдей бола бермейді. Осы үлгіге қарап отырып, басқа сөздерді талдап көріңіздер. Құлақтан бұл зат есім болғандықтан осы мысалға ұқсайды. Азады дегенді талдап көретін болсақ, түбірі азу, жүдеу лексикалық мағынасы. Ал жалпы грамматикалық мағынасы қимыл мәнін беру, оның ішінде болымды қимыл, салт мәнін беру болады. Категориялық грамматикалық мағынасы қосымшаларына қараймыз бұл жерде. А деген қосымша көсемшенің жұрнағы шақтық мағына, оның ішінде ауыспалы шақты беру үшін қолданып тұр. Демек, шақтық мағына беріп тұрмыз. Ал Д деген жіктік жалғауы
ол үшінші жақтық жекешелік мағына беріп тұрған жалғау. Қатыстық грамматикалық мағына бұл жерде де жоқ. Осындай үлгіменен барлық сөзге грамматикалық талдау жасап көріңіздер. Енді біз категория мәселесіне келейік. Категорияны біз сөз таптарының түрлену жүйесімен байланыстырдық. Мысалы, зат есімде 3 категория бар: көптік, септік, тәуелдік деп аталатын. Осындағы тәуелдік категориясына тән белгілерді сипаттап көрейік. Категория болу үшін алдарыңыздағыдай 4 белгіні негізге аламыз. Бірінші, ортақ грамматикалық мағына болу керек. Мысалы, бүкіл тәуелдік жалғауларының басын қосатындай ортақ мағына ол тәуелдік иелік мағынаны беру. Екінші, формалар жүйесі. Демек, категория болу үшін бір ғана форма, яғни бір ғана қосымшаның болу жеткіліксіз. Бұл формалар жүйесінен кемінде 2 түрлі қосымшадан тұру керек. Ал бізде тәуелдік жалғауда 7 түрлі қосымша бар. Үшінші жақта жекеше көпшесі бірдей болғандықтан 7 түрлі қосымша деп есептеуге болады. Келесі грамматикалық мағына қайшылығы, яғни қосымшалардың мағыналарындағы айырмашылықтар қандай деген кезде, бұл жерде мысалға менің кітабым дейтін болсақ, бірінші жақ, сенің кітабың екінші жақ, оның кітабы үшінші жақтық мағына. Бір-біріне ерекшеленіп тұрған мағыналар. Осыны мағыналық қайшылық дейміз. Яғни жақтық айырмашылық болады. Екінші жақта сенің кітабың, сіздің кітабыңыз дегенде анайы сыпайылық мағына болады. Менің кітабым, біздің кітабымыз деген кезде жекеше көпше түрде деген кезде бір жағында жекеше, екінші жағында көптік мағына болады. Осылар олардың жалғауларды бір-бірінен ажырататындай мағыналық ерекшеліктер, қайшылықтар деген сөз. Яғни категория болу үшін осындай ерекшеліктері болу керек деген сөз. Алдарыңыздағы кестеде грамматикалық мағына берудің тәсілдерінің түрлі жолдары көрсетілген. Біз мағына берудің 3 тәсілі бар екенін білеміз. Енді осыларды сол 3 тәсілге топтастырып көрейік. Мысалға, бірігуді қай тәсілдің жолы деуге болады? Ойланып көріңіздер. Осы бірігу жолы бізде қай тәсілде кездесті? Мысалға, еңбек күн десек, темір қазық десек, екі сөз біріккен кезде бізде грамматикалық мағына берген жоқ. Бұл жерде жаңа сөз туды, яғни лексикалық мағына берілді. Сондықтан бірігу грамматикалық мағына берудің жолына жатпайды. Осындай мысалдарға назар аударыңыздар. Қосарлау. Жалпы қосарлаудың 2 жолы бар екенін білеміз. Қайталама қос сөздер бар, қосарлама қос сөздер. Қосарлау нәтижесінде жаңа мағыналы сөздер туады. Мысалға, ата-ана, ыдыс-аяқ дегенде жаңа лексикалық бірліктер пайда болды. Яғни грамматикалық мағына берілген жоқ, сондықтан оны ала алмаймыз. Ал қайталау нәтижесінде грамматикалық мағына беріледі. Мысалға, тау-тау астық, қора-қора қой, мая-мая шөп дегенде көптік жинақтық мағына берілсе, сөйлей-сөйлей, айта-айта деп етістік қайталаған кезде қимылдық қайталануы, дүркінділігі деген сияқты мағыналар береді. Бұл грамматикалық мағынаға жатады, аналитикалық тәсілдің бір жолы бола алады. Ал қосымшамыз синтетикалық тәсілдің бір жолы. Бұл жерде де ескеретін нәрсе бар. Қосымшаның барлығы грамматикалық көрсеткішке жатпайды. Оның ішінде сөз тудыратын жұрнақтарымыз сөз жасамдық, одан бар лексикалық мағына беріп кетеді. Осыған назар аудару керек. Шылау аналитикалық тәсілдің жолы, интонация аналитикалық тәсілдің жолы, орын тәртібі ол да аналитикалық тәсілдің жолы, екпін синтетикалық тәсіл, ішкі флексия синтетикалық тәсіл, қысқару осы жерде ойланайық, қайсына жіберсек болады. Мысалға, біріккен ұлттар ұйымы дегенде БОО деп қысқартамыз. Осы жерде бізде қысқару нәтижесінде жаңа мағына берілді ме? Әрине жоқ. Демек, бұл да грамматикалық мағынаны беретін көрсеткішке жатпайды. Үстеме буын, жап-жақсы, тап-таза деген сияқты үстеме буындарымыз, ол да аналитикалық тәсіл. Префикстер синтетикалық, түбірдің семантикасы арқылы деген, ол семантикалық тәсілдің бір жолы болып табылады. Нөлдік тұлға синтетикалық, суплетивизм синтетикалық, негізгі сөз бен көмек сөздің тіркесу аналитикалық тәсілдің жолы. Бұға қатысты бірқатар мәселелерді талқылап, еске түсірдік қой деп ойлаймыз. Енді алдарыңызда
бағалау тест сұрақтары тұр. Бұл сұрақтарға иә, жоқ деп өздеріңіз жауап берсеңіздер, осы тақырыпты қаншалықты игергендеріңізді түсінесіздер. Бұл тақырып бойынша қосымша деректерді, аудармашылық әдебиеттерден қарап білулеріңізге болады. Сабаққа қатысқандарыңызға көп рахмет. Сау болыңыздар.